Сәлем баршаңызға. Бүгін дәмі ерекше шығатын бананнан қимақ дайындаймыз. Яғни оладушка дайындаймыз. Дәмі әдемі шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, қант, сұйық май, ұн және піскен банан. Ең алдымен бананымызды ашып саламыз. Бананның піскен түрін пайдаланыңыздар. Оңай езіледі және сіздің дайындап жатқан тестіңіз де өте әдемі шығады. Бананымызды осылай езіп аламыз. Және де шайнышқының көмегімен де езіп алсаңыздар да болады. Неге езіп алды. Енді осының үстіне 2 жұмыртқамызды саламыз. Қант саламыз. Енді жақсылап үйіншіктің көмегімен араластырып аламыз. Араластырып болдық. Енді осының үстіне біз сұйық майымызды құямыз. Тағы бір араластырамыз. Үстіне ұнымызды және 1 қасық қопсықышымызды салып, осы електен өткізіп саламыз. Жақсылап араластырып дайындап аламыз. Неге бізде осындай қою тесті дайын болады. Енді тавамызды қыздырып, май құямыз. Осылай құйып аламыз. Осылай шайнышқының көмегімен аударамыз. 1-2 минутта бізде дайын болады. Бірінші жағына қарағанда екінші беті бізде тез піседі. Мінекей бізде құймақтар дайын болды. Өте әдемі, ортасы көтеріліп, әдемі піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі дәл сол бананның дәмі шығып тұрады. Дәл осы рецептпен бізде 20 штук шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайды деген ойдамын. Өте жұмсақ, әрі тез, әрі дәмді болып шығады. Видеома лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.
сіздермен фариза ас болсын.